Көп мағыналы сөздер. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер антонимдер деп аталады. Мысалы, елгезек бала, тілазар бала, шабан ат, жүйрік ат, іскер адам, олақ адам. Жақсы мінез, жаман мінез, қисық ағаш, түзу ағаш, тату көрші, араз көрші тағы басқа. Тілімізде антоним сөздер мақал-мәтелдерде, жұмбақтарда көп кездеседі. Мысалы, ашы мен тұшыны татқан білер, алыс пен жақынды жортқан білер. Аз сөз алтын, көп сөз көмір тағы басқа. Осы мысалдардағы ашы, тұшы, алыс, жақын, аз, көп сөздері мағыналары бір-біріне қарама-қарсы айтылған антоним сөздер. Антоним сыртқы тұлғасы, айтылуы, естілуі, жазылуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздер. Сыртқы тұлғасы жағынан омоним сөздер мен көп мағыналы сөздер ұқсас болып келеді. Омоним болудың негізгі белгісі сөздердің арасында мағыналық байланыс болмайды, яғни омоним сөздер әртүрлі мағынада қолданылады, ал көп мағыналы сөздердің арасында мағыналық байланыс болады. Көп мағыналы сөздер бір сөз табынан болып, бір негізден тарайды. Мысалы, басыңды жоғары көтеріп, аяғыңды жылдам бас деген сөйлемдегі бас сөзі омоним. Себебі бірінші бас сөзі адамның дене мүшесі не деген сұраққа жауап беретін заттық ұғым атауы болатын зат есім. Екінші бас сөзі не істе деген сұраққа жауап беретін қимыл әрекет атауы болатын етістік. Ал талдың басына қарлығаш ұя салып та жолаушылар бұлақтың басына келіп демалды деген сөйлемдердегі бас сөзі көп мағыналы сөз. Себебі бір нәрсенің бастау алатын жері деген бірдей мағынаға ие болып тұр. Екеуі де бір сөз табынан зат есім болып келеді. Айтылуы, естілуі, жазылуы әр алуан мағыналар бір-біріне жақын, жуық мәнді сөздер синонимдер деп аталады. Синонимге тән негізгі белгілер. Синоним сөздер әртүрлі дыбысталады. Синоним сөздердің мағынасы бір-біріне жақын болып келеді. Синоним сөздер бір сөз табынан болады. Мысалы, апатты аймаққа көмекші, жәрдемші топ келді деген сөйлемдегі көмекші, жәрдемші сөзі бірінің орнына бірін ауыстырып қолдануға болатын мағыналары бір-біріне жақын, бір сөз табынан болатын синоним сөздер. Тілімізде синоним сөздер зат есімдерде, сын есімдерде, етістіктерде және үстеулерде кездеседі. Зат есімнен болған синонимдер ел, халық, жұрт, көпшілік, жамағат. Сын есімнен болған синонимдер сұлу, әдемі, келбетті, ажарлы, көрікті. Етістіктен болған синонимдер кездесу, дидарласу, ұшырасу, жолығу. Үстеуден болған синонимдер алыс, қашық, шалғай, қиян. Кейбір сөздердің синонимдері тұрақты тіркес түрінде де кездеседі. Мысалы, сұлу, әдемі, көрікті сөзінің фразеологиялық синонимі үріп ауызға салғандай болса, алыс, қашық сөзінің тұрақты тіркес түріндегі синонимі ит арқасы қиянда, ит өлген жер деген мағыналарды білдіреді.